Бастайды. Керек емес дейді өздері. Бастаймыз уже жиналысты. Қайырлы күн, бүгінгі жиынға қатысушылар, бүгінгі өткізіп отырған жиналыс Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің міндетін атқарушысының 2023 жылғы 27 қазандағы номер 294 қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес өткізіліп отыр. Ең алдымен қоғамдық тыңдаудың төрағасы мен хатшысын сайлап алсақ, қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес жергілікті атқарушы орган өкілі ретінде өзімді төраға ретінде ұсынамын. Есімім Төлеуова Айнұр Серікқызы. Хатшысы ретінде қатысушылар арасынан Спандияр Салтанат деген сайласақ. Қарсылықтарыңыз бар? Жоқ. Онда бүгінгі қоғамдық тыңдауды баяндамашы сөз береміз. Қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялаймын. Баяндамашы. Саламатсыздар ма, қатысушылар? Бүгінгі таңда Қызылорда облысы Қызылорда Күнкөл трассасының 775 километріндегі мұнай қалдықтарын уақытша сақтау және кәдеге жарату учаскесін жаңғыртуға байланысты ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша өткізіліп отыр. Әкімшілік тұрғыдан көзделіп отырған кезде Экосервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қолданыстағы және қолданыстағы жер бөлінуші шекараларын жүзеге асыру мақсатында Қызылорда облысының Сырдария ауданы Қызылорда Күнкөл автожолының 175 километрінде орналасқан. Басқа орында таңдау мүмкіншілігі жоқ, себебі осы участка осы уақытқа дейін существующий участка болып табылады. Нысанның көзделіп отырған нысанның ауданы 2,2 гектар болып табылады, және де осы учаскеде бұрынғыға дейінгі осы уақытқа дейін разрешениесі бар, және де қалдықтарды қабылдап және қайта өңдеуге жұмыстар жүргізілген болатын. Қазіргі таңда қарастырылып отырған жұмыс құрылыс барысы 4 ұзақтықты көздейді, және де осы 2025 жылға 26 жылға жоспарланып отыр. Көзделіп отырған жұмыстың жалпы мақсаты тұрмыстық емес, производственный ашылған қалдықтарды өз учаскесіне қабылдап, оны қайта өңдеу болып табылады. Участка қалдықтарды, келетін қалдықтардың түрлері ол трансформаторлар және бойында софтолы бар, және де химреагенттері бар, емкістер, тарылар, және де басқа да аккумуляторлар, шиналар, осы агар-кесаршының электродов болып табылады. Келіп түскен қалдықтарды ангар және контейнер құрылысы жоспарланып отыр жұмыс бойынша. Осы келіп түскен қалдықтар осы ангарда және контейнерде қайта өңделетін болады. Өңделгеннен кейін осы өңдеу барысында күрделі және де басқа өңделмейтін заттар, стойкие органические загрязняющие вещества дейді, олар жандыруға жіберілетін болады, ал жаңағы емкістер ары қарата өңделіп жуылып, екінші қалдық көзіне айналады, екінші ресурсқа айналады. Осы құрылыс барысында 10-8 ангар құрылады, және де бір контейнер, 12-2 размерлі контейнер құрастырылады. Автовесы және мойка дизванысы және де КПП-сы қоршауы барлығы осы существующий участоктер бұрын соңында действующий болғандықтан сол қарастырылған, сол қолданыста болады. Көзделіп отырған жұмыстың атмосфералық ауаға және экологиялық жалпы әсеріне келтіретін болсақ, құрылыс барысының әсері уақытша болып табылады, және де көзделетін шаң көзі ол тек қана биорганикалық шаң болып табылады. Ал қалдықтардың түзілуі ол құрылыс қалдықтары түзіледі, және де осы түзілген қалдықтар жиналмай, басқа да осы құрылыс компаниясының мойнында болып, басқа мердігер компанияға жіберілетін болады. Келіп отырған қалдықтардың жалпы көлемі осы қалдықтарды түзу учаскесіне символы ретінде қабылданады. Яғни буровой шлам, жидкие отходы, бурение, нефтешлам, нефтеотходы, отработанные масла, конденсационные трансформаторлар, және де промасленный ветошь, майланған фильтрлар, қолданғаннан кейін өңделген майлар, мұнай
кірленген уже грунт және де тара экспорт химреген және де бояу қалдықтары бар таралар келіп түсетін болады. Эксплуатация барысына келіп тоқтайтын болсақ, осы эксплуатация барысында жаңа қалдықтарды өңдеу барысында атмосфералық ауаға 6 көзден ластаушы көз пайда болып, содан шығатын болады. Осы 6 көзіміз осы ангарды мен және контейнерлерді желдету барысындағы түзілетін көздер, яғни вентиляциядан болады. Ол организацияланған, ұйымдастырылған ластаушы көз болып табылады. Және де ұйымдастырылмаған екі ластаушы көзі ол насостардан түзіледі. Бұлардың барлығы жұмыс барысында түзілген атмосфералық ауаға зияны 15 тоннадан жылына аспайды. Осы 15 тонна әр ластаушы заттардың көзі келіп түсетін әр ластаушы заттың өзінің ПДК мөлшері бар, және ол ПДК мөлшерінен аспайды. Яғни миллиграмм кубометрі 0,1 миллиграмм кубометрден аспайды. Осы жұмыс барысында және суларға келіп түсетін тоқтайтын болсақ, бұл барысында тек шаңды басу барысында және де осы емкістерді тазартуға арналған су қолданылса, техникалық качестводағы су қолданылатын болады. Су көзі өзінде объектті действующий емкістен алынатын болады, және де ластанған тазартып болғаннан кейін су действующий прудоспорительге жіберілетін болады. Атмосфералық ауа осы қалдықтар түзілуіне және тағы да басқа енді өсімдік және жануарлар әлеміне тоқтайтын болсақ, бұл өзі существующий осы уақытқа дейінгі жұмыс істеп тұрған участок болғандықтан кейін жануарлар мен өсімдік әлеміне әсері минималды түрде болып табылады. Бұл объект бірінші категорияға жатқандықтан өзінің объектісінің 50%-не дейін көгалдандыру жұмыстары жүргізілетін болады. Жоба аяқталғаннан кейін, жұмыс жобасы участок біткеннен кейін өзі полностью рекультивация жасалып қарастырылады. Баяндама аяқталды. Баяндамашыға сұрақтарыңыз болса, ұсыныс сұрақтар кімде бар? Экологияға зиян келмей, әйтеуір жаңа айтқандай бәрі тазартып отырса дұрыс қой, иә. Атмосфералық ауаға келетін зиянның барлығы ол жандырылып жіберетін болғандықтан және жандырылу пеші 5 ступеньді тазартудан өтілетін болғандықтан зияны өте минималды түрде зиян шығатын бір согрешняющий вещество мөлшері аз болып келеді. Яғни өзінің допустимый 0,1 метр кубический болатын болса, қазіргі біз жобада қарастырып отырған есеп бойынша 0,1 метр кубическийден аспайды. Экологтар қатысып отырған шығар. Қаншадан қатысып отыр? Жинасқа. 10 адам да қатысып отыр. Қай категория бұл? Бір. Департамент жоқ қой. Департамент отчет неде? Комитетте, комитет видеодан қараймыз деді. Хорошо. Сұрақ бар ма екен управление? Жоқ, сұрақ жоқ. Сұрақ болмаса, Сұрақтарыңыз жоқ болса, онда қуанып тыңдалды. Өтті деп есептейміз. Қатысқандарыңызға рахмет. Рахмет, сау болыңыздар.